Баршаңызға қайырлы күн. 2022 жылдың 1 сәуірден бастап мемлекет басшысының халықты әл-ауқатын арттыру, сонымен қоса кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін қайтарымсыз грант алуға өтініштер қабылдау басталады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Алдағы уақытта маңызды керемет ақпараттармен жиі бөлісіп отыратын боламын. Өтінімдерді Еңбек.kz порталы арқылы онлайн режимде жүзеге асырылады. Грантқа кімдер қатыса алады? Жұмыссыз жастар, АСП алушылар, көп балалы отбасы, 4 бала одан да көп балалы отбасылар, оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударушылар, қандастар, мүгедегі бар балаларды асырап отырған отбасы мүшелері, мүгедегі бар адамдар бірінші, екінші топтағы халықты жұмыспен қамту орталығында тіркелген азаматтар, жұмыссыз азаматы, бірыңғай жиынтық төлеуші, жеке кәсіпкер, бір жылға дейінгі қызметін тоқтатқан кәсіпкерлер, жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғалар қатыса алады. Өтінім қабылдау 10 жұмыс күн, содан кейін аудан қалалық комиссия өтінімдерді қарайды. Комиссияның отырысында үміткерлер өздерінің бизнес жобаларын таныстырады. Гранттар бір рет беріледі. Бизнес жобасын комиссия қарау барысында мақұлданбаса, үміткер келесі ағындардың біріне өтінім қайта бере алады. Бастау бизнес жобасы бойынша оқыған, қолында сертификаты бар және оқу барысында қолында бизнес жоспардың болуы міндетті. Өтініш беруші үшін электронды цифрлық қолтаңба пайдалана отырып, порталға тіркеліп, өтініш нысанын толтырып және де электронды цифрлық қолтаңба көмегімен қол қою қажет. Өтініш беруші интернетке немесе компьютерге қол жетімділік болмаса, халықты жұмыспен қамту орталығының өзіне өзі қызмет көрсету аймақтарында, халықты қызмет көрсету орталықтарында, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында өтініш беруге болады. Гранттарды үміткерлердің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның шешімі халықты жұмыспен қамту орталықтары беретін болады. Комиссияның мүшелері бизнес жоспарларды келесі критериялар бойынша бағалайды. Бизнес идеяның бәсекеге қабілеттілігі, өткізу нарықтарының пысықталуы, бизнес жобаның қаржылық өміршеңділігі, кәсіпкерлік дағдылар деңгейі, жаңа жұмыс орындарын құру. Шешім шығарылғаннан кейін порталдағы үміткердің жеке кабинетіне хабарлама беріледі. Хабарлама алған сәттен бастап 3 күн жұмыс күн ішінде порталға банк шотын ұсынуы тиіс. Бұдан басқа хабарлама алған сәттен бастап 3 жұмыс күн ішінде грант алушы жеке кабинетте электронды цифрлық қолтаңба пайдалана отырып шартқа қол қоюы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін өтініш беруші тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту орталығына жүгінуге болады.